Әйел адам жұмысынан келе жатса, жол үстінде жерді сызып ойнап отырған баланы көреді. Одан: «Балам, немене сызып отырсың?» деп сұрайды. Бала: «Апатай, пештен жер бөліп сатып алған адамға чегін беремін», дейді. Дұрыстап қараса, баланың киімі жыртық, өңі жүдеу екенін көріп, қамқоршысы жоқ жетім бала екенін сезеді. Оған: «Пештің жерін қаншаға сатасың?» дейді. Бала: «Апатай, 1000 теңге болады», дейді. Әйел ойланбастан баланың қарны бір тойсыншы деп: «Мә бала, маған сатшы», деп 1000 теңгесін береді. Баланың қуанышында шек жоқ. Әйел үйіне қайтып келіп, кешқұрым ұйықтағанда ерекше түс көреді. Түсінде өзін жәннат сияқты жерге кіргендей сезініп, сондай-ақ сол жерде «Мынау сенің пештен сатып алған жерің» деген сүйінші сөздерді естіп, қуанып оянады. Оянған соң күйеуіне болған жағдайды айтып береді. Күйеуі: «Ондай болса, ол баладан мен де пештің жерін сатып алайын», деп жүгіре жөнеледі. Көшеде бала отырған жерге келсе, әдеттегідей ол бала жерді сызып қойып, ойнап жүр екен. Бұл болса: «Балақай, міне 1000 теңге, маған пештің жерін сатшы», дейді. Бала: «Ағай, 1000 теңге емес, 10.000 теңге», дейді. Әлгі кісі: «Балам, кеше менің әйелім 1000 теңгеге сатып алыпты. Сонда бір күннің ішінде 10 есеге қымбаттап кетті ме?» дейді. Сонда жетім бала: «Ағай, пештің жері сатылмайды, сіздің жұбайыңыздың ниеті басқа еді. Ол болса, сол 1000 теңгесін мына жетім балаға көмегім болсын деп берді. Ал сіз пештің жерін алсам деп беріп тұрсыз», деп жауап беріпті.